Ассаламу алейкум қазақ елі. Мен мынау қожалар ойнастан туған деген бір әңгімеге және де ссылкаларды көрдім. Мынау айтыс тартыстарыңызды көрдім болып жатқан. Мынау сол мәселесінде айтып жіберейін. Негізі біздің мынау қазақтың ата бабасы датауы ақымақ болған екен. Алланың өзі кешірсін мені бұл сөзім үшін мысал ретінде айтып отырмын. Мынау айтқан қожалар ойнастан туылған деген әңгімені шығарып жатқан адамдар жүдә бір ата бабадан, сонда иманды тақуа ата бабаларынан асып кеткен бір сонда бір тақуа жан болыпты болса. Сонда қазақтың үш биі бүкіл қазақтың халқы қожаларды басына көтеріп, таққа отырғызып, сонда олардың артынан еріп баяғыда қожеке деп сыйлап өткен адамдар, в общем, қожаға тіл тигізбей, қол тигізбей, датуы ләббайка саддайка деп, ләббай тақсыр деп, сол кісілерді сыйлап, соншалықты сол кісілерді басына көтеріп, соншалықты құрметті жоғарыға төрге қойып жүрген қазақтың ата бабалары датуы ақымақ екен. Анау қожалар ойнастан туды деп шығарып отқан датуы ақылды адам екен енді. Білмеймін, енді оның өзі құдай біледі, бір алқаштан біреу туылып жүрмесін. Мен енді ата бабаларына тіл тигізбей қойым. Білмеймін, қаяқтан шыққан надан екен бұның. Өзінің ата бабасының қарғысына қалып отқан біреу шығар мүмкін. Өйткені біз бала, біздің ата аналарымыз тозаққа кете ме, жәннатқа кете ме, біз кінәлі боламыз да. Өйткені, значит, бізге ата-ана дұрыс бермеген да, егер тозаққа тәрбие дұрыс бермеген да, ілім дұрыс бермеген шариғаттан, егер олар тозаққа кететін болса. Біз ата-аналарымызды, ата-бабамызды тозаққа итеріп атқан жан болып кетеміз да біз. Жала жабу, ғайбат айту, ол өте қиын нәрсе да бұл. Қиын нәрсе. Біреудің тегіне тіл тигізу деген, жала жабу деген, Алланың алдында ең кешірілмейтін кінәлардың бірі да бұл. Біріншіден. Екіншіден, мен сіздерге айтайын, бұл қожалар деген, действительно, бұл Фатима анамызбен және де Ханафи анамыздан таралған кісілер, бұлар Алиның ұрпағы болып есептеледі. Bir жағынан ол пайғамбардың ұрпағы дейді. Сол пайғамбардың ұрпағына Мағди шығады дейді. Бүкіл мұсылмандарды құтқаратын, қазір жер жаһанда қазір мұсылмандар қысым көріп атқан, зардап шегіп атқан мұсылмандарды, соларды Алла тағала құтқарушы ретінде пайғамбардың ұрпағынан жібереді Мағдини. Ол Қорасан елінен шығады деп бір жерлерде келеді дейді. Қорасан елі енді мынау Қазақстанның оңтүстік аумағы, Ақтау, Атырау жақтар, Өзбекстан, Афғанистан, осы мынау Қорасан өлкесіне кіреді да, олар барлығы. Қорасан аумағына кіреді. Енді негізі шыққан жер деп келеді, енді бір риуаяттарда, енді бір Алла білуші, енді одан жақсы. Енді мен сіздерге айтайын, бұл қожалар өзінің шежіресін тегін неғылып отырған, сақтап отырған, кімнен таралды, анау кімнен таралды, мынау сенің бабаң, мынау 9 бабаң, мынау 14-ші бабаң, мынау 20-ші бабаң, мынау бұл бабаң мынау жерде, мынау беттен шықты деп келетқан сол қожалардың шежіресін жоққа санап отырған біреу да. Мен сіздерге айтайын, мынау Язид деген пайғамбардың ұрпағын қырамын, Алиның ұрпағын жоққа шығарамын деген Язид деген халиф болады баяғыда. Муазия деген халиф болады, Муаз деген халиф болады. Муаздың баласы ол таққа незаконно сайлаусыз өз-өзін сайлап алып отырып алатын Язид деген бір баласы болады. Ол бүкіл осы пайғамбардың ұрпағын жоққа шығарам, Алиның ұрпағын жоқ қылам деп қудалайды ұрпақтарының бәрінше. Хасан мен Хусейннің басын алады, пайғамбардың неберелерін. Және де ақырында бұл кісі неғылады, Хасанның небересін ұстап келеді. Бүкіл Алиның небересін ұстап келеді, Хасанның баласы болады ол. Сонда бүкіл Алиның неберелерін, қыздарын, әпкелерін, сіңлілерін барлығын ұстап алып келеді, мысалыша. Бәрін шынжырға байлап, қудалап алып келеді. Су бермей, тамақ бермей жолда.
Сонда Язидтің қасына келген кезде Хасанның баласы не дейді сонда, Алинің небересі не дейді? Ей Язид дейді, сен ертең Алладан қорқпайсың ба дейді. Алладан қорқпайсың ба дейді. Сен пайғамбардың ұрпағына тіл тигіздің, қол тигіздің дейді. Ертең қиямет күні сен пайғамбардың шапағатынан үміт етпейсің ба дейді. Сонда пайғамбардың алдына сен келген кезде пайғамбар сенен ұрпағына тіл тигізген үшін, қол тигізген үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сенен бет бұрады дейді, теріс бұрады. А пайғамбар сенен бет бұрғаннан кейін саған Аллахтың тозағы болады дейді. Әлбетте сен тозаққа түсесің дейді. Сонда саған кешірім болмайды. 200-лердің қатарында боласың дейді. 200-лердің қатарында боласың. Және де мүртәт, діннен шығып кеткендердің қатарында болып қаласың дейді. Баста мынау тарихты айтайын, мынау қожалардың как раз бабалары келген кезде осы жерге. Бірінші мынау Қазақстанда Жақып хан деген кісі болады, ол қожа кісі болады. Оның 2 баласы болады. 2 баласынан основной осы жерде қожалар Қылышты қожа, Қорасан қожа, Клаус қожа, Аққұрғанды қожалар, осы небір қожалар таралады. Ол 2 баласы қалмақпен соғысады. Ішінде бір баласы қаза болады, шахид болады, екінші баласының ұрпақтары алады. Мысалы, көрдіңіз ба, бірінші хандықта осылар отырады, одан кейін қазақта олар хан шариғатқа әбден үйреткеннен кейін, ислам дінін қабылдап, толық шариғатты меңгергеннен кейін қазақтың өзіне хандықты береді төрелерге, Шыңғыс ханның ұрпағына. Мұны қараңыз, мұны әділеттілік қандай не болған. Сөйтіп өздері тек қана дін таратады осы жерде ше. Ол кезде Қазақстанның бәрі аумағы емес ислам дінін қабылдайтын, тек қана оңтүстік жақ қана, сол төңірек қана, оңтүстік төңірегі ғана ислам дінін қабылдайды. Солтүстік жақ онша қабылдамайтын еді. Ол жерде пока христиан, будқа табынушылар сондайлар көп еді ол кезде. Міне, осылай болып келген қожалардың несі. Енді мыналардың деген білмеймін, қайықтан бұнда ученыйлар табылған берді. Бүкіл ата-бабаларынан асып кеткен ученыйлар. Мынау 200-лер дейді. 200-лерінде 3-4 сипат болады дейді. Егер ол 3-4 сипатты адамда көрсеңіз, онда ол 200-ді адам деп айтылуға болады дейді. 200-лер ешқашан жәннатқа кірмейді, және де жәннаттың иісін де сезбейді дейді. Мысалы, күнәһар мұсылман жәннатқа кіру мүмкін, жазасын өтіп, мысалшы. 200-лер жәннатқа ешқашан кірмейді, және де олар иісін де сезбейді дейді. 200-лерді 3-4 сипаттан білуге болады дейді. Қай сипаттан деген кезде Құран-ы Каримде, худси хадистерде, барлық жерде келеді. Осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннетінде, хадистерінде де келеді. Ол бірінші дейді, өтірік айтатын адамдар дейді. Өтірік айтатын адамдарға тек қана өзінен ойынан құрастырып өтірік айтқан адамдарда емес, дәлелі жоқ нәрсені арғара өтірікті біреуден естіп, біреудің өтірігін, дәлелі жоқ нәрсені біреуге барып жеткізген дейді. Ол да уже сол өтірікшілерге себеп болып қалады. Ол да өтірікші болып шығады. Поэтому дәлелі жоқ нәрсені жұрттарға айтуға өте қиын нәрсе. Өтірікшінің қатарына кетіп қалуымыз мүмкін. Ол біріншіден. Екіншіден, біреудің аманатына қиянат қылған адамдар. Аманатқа қиянат қылған деген біреудің тегі, ата-бабасы шыққан жері, ол да аманат. Сол ата-бабалардың аманаты, оның ұрпағы осы жерде. Соларға тіл тигізген, ата-бабаларына тіл тигізген, аналарына тіл тигізген, или ұрпағына тіл тигізген, қол тигізген, өсек айтқан, ғайбат айтқан, жала айтқан, осының бәрі қиянат деп айтылады. Соны біреудің аманатына қиянат қылу, поэтому біреудің руын, біреудің ұрпағын, ата-бабасын жала жауып, өтірік айтып, біз үйтіп аманатқа қиянат етуімізге болмайды. Ол екінші сипат. Үшінші сипатты айтайын. Үшінші сипат, айтқан уәдесінде тұра алмайтын адам. Берген уәдесінде тұра алмайтын адам. Мына осы сипаттарда, құрметті бауырлар, көрсеңіздер, бұл таза 200-ді адам. Тозақ адамдар, жәннатқа кірмейтін адамдар, және де Алла тағала оларға жәннаттың иісін де сездірмейтін адамдар. Әрине, олар енді тәубесіне келмесе уақытылы өмірінде. Жұрттың, халықтың қасында
Оны білетін адамдардың қасында кешірім сұрап, Алладан кешірім сұрап, тәубесіне келмейінше шекесі сәждеге тиіп. Міне осы нәрсе өте қиын нәрсе. Қиын нәрсе бұл. Айтып атқан істеген тірлігі ісі. Мұны осыны біліңіздер. Енді көріңіздер, осы үш сипат көрінсе, бұл не 200 адам деп біліңіздер. Одан аулақ болу керек. Ол кісілерден аулақ болу керек, әлбетте. Солардың қатарына қосылып кетпеу үшін бір себеппен. Біз бұл мәселені енді менде прямо интернеттің ішінде бір хакер кісі емеспін, прямо интернетті ежге-тежгейіне дейін білетін. Бірақ бұны біз интернет арқылы жолдауымызға болады, бұл мәселені, бұл хатты. Общий сотқа арыз тастауымызға болады, интернет арқылы көп адам, и общий мынандай жазба түрде, қағаз түрде, то есть электронный почта арқылы, электронное письмо деп айтады. Электронный письмоны жолдауға болады. Бірінші так ел басына жолдауға болады, және де мынау генеральный областной прокуратураларға жолдауға болады бұнышы. Бұл қатты. Поэтому бұл қатты жолдайтын болсақ, электронное письмо дейді. Соны біліңіздерші, кімнің хабары бар интернеттен. Мен шли онда алым емеспін да, ары қарай біз бір нәрсе қойып, адвокатқа барып бұл мәселені составить етеміз. Осы жерде де адвокаттар көп қой, түсіндіріп, мән жайын бәрін түсіндіріп беремін, голосовойды естіртемін. Не алса, сол мәселені шешуге тырысып көремін. Адвокат оның қағазға грамотно бәрін изложить етіп жазып береді, қағазға түсіріп береді, бір грамотно қылып. Сол мәселені одан кейін мынау WhatsApp-қа сол жіберген қағаздарын нелерін жіберсем, одан кейін сіздер білетін болса, мынау жоғары мекемелерге осындай хат жолдауды электронный письмо дегенді. Онда зор болар еді. И не алса, осы жерден де мынау жазба түрде қатты сол мәселені, сол қаттарды көшіріп аласыздар да, әрқайсыңыз өзіңіз қатты көшіріп алып, өздеріңіз қол қойып, жазба түрде өзіңіздің район регионында или қайерге, мысалы, генеральный прокуратурама қаяққа жазу керек, сояққа жазуға. Жалпы жазуға болады. Жалпы ударный силамен жазсақ, жүздеген адам или мыңдаған адамдар жазсақ осы мәселені, көп топтарды шақырып осы мәселеге, көп топтарға осы жолдауды, голосовойлар жіберіп, осыны түсіндіріп беріп, осыны не алсақ, мен мұсылманмын деген адам болатын болса, мен қазақпын деген адам болатын болса, намысшыл адам болатын болса, мейлі ол қазақ болсын, өзбек болсын, шешен болсын, Азербайжан болсын, мұсылман, жалпы мұсылман, ақыры намысшыл болса, бүкіл мұсылмандардың аналары үшін көтерілетін. Онда осыны жолдау жіберу керек та. Осы мәселені көріңіздерші. Араларыңызда бар ма электронный почта жібере алатын? Осында кішкене интернетный хакерлік бір кішкене бір нелер барлар, қолынан нелер келетін, осында бір арамызда бар ма осында кісілер?